биттен бір-бірін жара ұстап күлмейміз деді ғой. Просто жымиып отыра береміз. Ал ұлдар қалдарың бар? Шүкір аман есен, жақсы. Аллаға шүкір. Енді өзім досым, курстасым, өзім аға бауырым десе де артық емес. Жақын болып кетті. 3 жыл біргеміз, Аллаға шүкір. Мәди Айтмұқашев өзіміздің қазақи бауырымыз, өте қазақи мінезді, биязы, өте бір қазаққа нағыз бір керек азамат деп білемін. Қазақы болғанда ондай не емес. Айтады ғой, ер адамға бақадан сәл әдемі болса жетеді деп. Сондай, бұл өзіміздің группаласым Темірлан Оралбекұлы. Өте өнерлі, сабақта үлгілі оқушы, оны мұғалімдердің бәрі біледі, бәрі мақтайды. Қаншама жерден жарыстардан орын алып келді. Ән айтады. Өнерлі азамат. Әшпесе баса ұрады, группамызда бұны ақсақал деп атаймыз. Болашақ маман иелері ретінде сіздерге бірнеше қоятын сұрақтар бар. Қандай мамандықта оқып жатырсыз? Біз құрылыс техника саласында оқып жатырмыз. 3-ші курста. Қазір стажировка оқыды. Не себепті бұл мамандықты таңдадыңыз? Және өзімді айта кетсем, бұл маған таңдаған себебім болашақта жалпы ер азаматтың бірде 3 парызының бірі үй салу болғаннан кейін мақсатым сол болды. Және де көптеген осы адамдарға, осы баспанаға зәру жандарға, жетім көп балалы аналарға үй салып беру, сондай үлкен мақсатпен салып Енді де солай, Қазақстанның көркеюіне атсалысып, солай жүре берсек айтамыз. Олар сүйікті пәндерің бар ма? Иә, әрине. Мектеп кезімізден енді әртүрлі, көбінесе математика пәнінен басқа барлық пәндерді жақсы сүйіп оқыдым. Соның ішінде тарих өте қатты жақсы көрдім. Есіңде қандай сүйікті пән? Немесе арнайы пәндерден, немесе жалпы пәндерден? Арнайы пәндерден көбіне өз Қарлыш Мараттың болса бар. Бұл жағы жақсы болды. Міне, сендер енді үшінші курста оқып жатыр. Осы күнге дейін колледжде қандай қызықты сәттерің болды? Мүмкін есте қалардай. Алғаш бірінші курсқа түскенде қызық болды. Ешкім танымайсың. Біріне қарап сөйтіп танысып кеттік. Қазір жақсы. Осы біз бәріміз. Үлесте болды арасында. Әрине, басында жатырқап, ауылдан келгенбіз өзіміз, қалалы жерді білмейміз. Колледжге бара жатқан кездері ең алғаш осы 10 күндік деп ойдым. Автобустан адасқан кездер болды. Колледжден түсемін деп басқа ауданға түсіп кеткен кездерім болды да. Колледждің ішінде көптеген қызықтармен танысып болды маған. Студенттік өмір қандай екен. Шүкір, барлығына үйрендік. Колледжде, группаластарда барлығы. Ауылдағы бірінші мектебім болса, колледж менің екінші мектебім. Сол керемет. Бұл жерде өзінің болашағың үшін оқисың. Жақын болашағың үшін. Мектепте сондай, бірақ та мектепте мұғалім сенің артыңнан жүреді. Бұл жақта сен мұғалім артынан жүресің. Ал енді жеке өмірлеріне келсек, қандай өзгерістер байқап жатырсыңдар? Енді мысалы сезім, махаббат, достық деген. Айта кетсек, өзгерістер енді көп аз емес. Мектеп кезімізден, кішкене кезімізден ескілгенде мол болып өстік, қарапайым қала отбасында. Алдағымызды дұрыс тани бермейміз. Болашақта
алдымызға нақты мақсат қойған емеспіз. Сөйтіп жүріп, аяқ асты 9 класстан кейін қалаға келіп қалдық та. Шыны керек, өмірім біраз өзгерді. Жаңа достар, жаңа орта, жаңа қоғам, барлығы адамға сол құбылыстар арқылы адам өзгертіп жібереді. Махаббатқа келетін болсақ енді, әрине студенттік өмірінде ең бір қызық кезім, ең қызық кезім қандай десең, студенттік өмірде бар еді. Барлық осы өмірдің ащы тәттісін татып, аштықты да көріп, тоқшылықты да көрген кезіміз, неше күн ұйықтамай экзаменге дайындалып, сол қыздарың бар ма? қыздар жоқ. Жоқ? Қазір енді Мен өзім Шығыс Қазақстан облысы Православие ауданы Ақжар ауылының тумасымын. Алғашқы махаббатым сол жақта болды. Қалаға келдім. Ауылдың қыздарын көрдім, қаланың қыздарын көрдім. Қандай олар айырмашылық. Өзімнің нағыз мына колледжде қыздар демекші қазір үлкейлік, есейлік, жоғарғы курсқа келдік дегендей. Колледждегі әрбір қыздар өзіміздің қарындастарымыз секілді. Қарындасымыз болып кетті ғой. Бірі досымыз. Дарға келсек, бауырымыз, аға бауыр деп сыйласып жүреміз. Ал енді келесі сұраққа көшсек, жалпы колледжде сендерге не ұнады? Не ұнады? Мен сәке апа ойладым үшін күшті нәрсе дейді. Маған не ұнады, маған ортам жақсы болды. Бізде өзіміздің тобымыз бар, 19 есебі. Тобымыз өте үйреншіл, бәріне жақсы. Ортаң қандай болса, адам да сондай болады. Біздің орта жақсы, біз өзімізді де жақсы деп санаймыз, енді елдің ойын. Білмейміз ғой. Бізде апайлар ұнады арасында. Қалжыңдасып отырасың. Солай сабақта қалжыңын көтереді. Кейбір қатал апайлар да болды енді. Иә, екінші үйім болып кетті, сен артық емес. Үйреніп кеттік. Көптеген шараларға қатыстық дегендей. Ортаға келетін болсақ, өзім курстастарым керемет. Аллаға шүкір етемін. Бізде группамыз өте қызықты болған соң бірінші курстан бастап біз қатты араластық, бір-бірімізбен қатты қалжыңдасамыз. Осы колледждің ең чул группасы деп біз айтады, көп мұғалімдердің бәрі рас. Бір-бірімізге атау да қойып аламыз. Бізде екі Мади, екі Әли деген сияқты. Біреу Қытай Әли, біреу жай Әли. Екеуміз біреу Бейжіңіз, біреу айтылмыш, екеуміз біреу. Искра деген, Балтанашка деген, Спанч Боб, неше түрлі атаулар бар. Оны бәрімен қойған. Логика жақсы. Жалпы бұл енді бұлардың барлығы енді туыстық, бауырмалдықтың арқасында туындаған құбылыстар негізінде. Жалпы біз қазақ туысшыл, бауырмал халықпыз ғой өте. Ешкімді бөтен деп көрмейміз. Бәрібір ағайын, бәрібір туысқан жекжат. Ұлдар, курстық жобамен жұмыс бастадыңдар ма? Иә, осы қыс айында болды. Қаңтар, ақпан айларында. Бізде ол жерде үйлерді, үлкен ғимараттардың сызбасын сыздық. Басында әрине қиын болды, білмеген. Автокадтан сыздық, бұлай балалар қолмен сызып жатты, бірақ та енді болашақ бізден кейінгі оқып жатқан оқушылардың бәріне автокадты үйренген дұрыс деп ойлаймын. Өйткені ол жерде өшіру де, қайтадан сызу да оңайлық болады. Ал сен ватманға сызасың, ватманның бір миллиметровка сызасың, ол қате болады, өшіресің. Одан кейін
кейбір сызықтар қалады, жатсасың, одан ватманға көшесің, ол көп уақыт алады, анада сразу өзің өлшемін қоясың, өзі сызады. Солай оңайырақ болды. Ең қызықты болғаны бізде есептер шығардық. Тосуктан, орскыдан, плиталардың өлшемдерін қойғанда сол кездерде есептер шығардық. Курсовойдың ең қызық болған жері сол есеп болды мен үшін. Сызуларда жақсы болды, жаман емес. Өзіміздің ең алғашқы сызған бірінші проектіміз болды. Әрине бізге қызықты болды. Бәріміз жақсы бағалдық. Бұл жерде бізде Ернар Тұрсынханович бізге қатты көмектесті, сол кісі. КЗС-тан. Оны біз КЗС-тан ауыр болды, үлкен проект болды ол жерде бізде. Сол кезде біз қанша курсовойға келгенде біз бәрін білеміз де келдік. Ең соңында біз сөйтсек 100-ден 15-20% ғана біледі екенбіз. Қалған бәрі сол Ернар Тұрсынханович, Қарлаш Маратовна, сол кісі. Ернар Тұрсынханович жоқ кезде Қарлаш Маратовнадан сұрады, Қарлаш Маратовна жоқ кезде Ернар Тұрсынхановичтен сұрады. Сол кісілерге үлкен рахмет. Бізде кейін осылай істейсіңдер, бұлай болады деп бәрі бізге көрсетті, нақты. Ешқандай қосарым жоқ, алғыс мен махаббатымды өлеңмен жеткіземін. Осы өмірде қандай жетістіктермен мақтан ете аласыңдар? Жетістіктер Досым айта кетсін. Ең қазір жетістікке жеткенімізден жетістікке жетпегеніміз өте көп. Ең бірінші жетістігім осы өмірде ата-анамда үмітін ақтап, белгілі бір мамандық иесі оқып жүргенім үшін. Екінші жетістігім үлкен бір осы қалаға келіп, көптеген қасиеттерге, көптеген адамдармен танысып, жалпы қоғамда өз орнымды тапқаным үшін. Үшінші жетістігім өнерде өз орнымды тауып, осылай аз да болса біраз әнмен жан-жаққа шығып жүргенім үшін. Әрине содан кейін Қайрат Ортасов ағамызбен, өзім музыкант болғаннан кейін, әнші болғаннан кейін Қайрат ағаммен бірге ән айту кішігірім болса мен үшін жетістігім. Мен де өзім ауылдың адамға қарап алсам, шаруаның баласымын. Кішкентай күнімнен атамның жанында өстім. Қожалықта атамның жанында көмектесіп өстім. 9-шы класстан кейін қалаға келіп жеткен жетістіктердің бірі грантқа оқуға түстім.
өмірімде осы оқуды аяғына дейін грантпен оқып бітіріп, жоғарғы оқу орынға тапсырып, оны бітіріп, Қазақстан Республикасында отан алдындағы борышымды өтеп келсем ба деген арман мақсаттар бар. Соларға жетсем деген. Бізде тағы да жеткен жетістіктеріміз мектеп кезінде КВН дейді ғой, жайдарман. Бізде мектебімізде Қыдырбек Билалов атындағы лицей қазір жақсы дамыды. Тарбағатайдағы жалғыз лицей, сол мектептің ішінде біз ойнайтынбыз. Аудандық жарыстарға баратынбыз, жайдарманнан. Бұл жерде ойнадық, жайдарман ойнадық. Одан ат спорт түрлеріне де өзім бейім болдым. Олай болды. Жастарға қандай айтар кеңестерің бар? Өскелең ұрпаққа, жалпы жастарға айтар кеңесім ең бірінші әке-аналарыңды тыңдаңдар. Әке-аналарыңды ренжітпеңдер, оларға ауыр сөйлемеңдер. Әке-аналар бізді өмірге келуімізге себепші болса, біз неге олардың өмірлерін мақтамасқа, неге оларға бақытты өмір сыйламасқа? Сондықтан әке асқақтау, ана жағасында құрақ демекші, ана жұмақтың кіті, ананың табаны астында демекші, әке-анамызды қадірлеңдер. Және де оқыңдар, тоқыңдар, барлығына күлкі, ұйқы, тамақ, жетістік, оның барлығына үлгересіңдер. Ең бастысы оқу, өнер үйрену, білім үйрену, айла алтау, ақыл жетеу, айла мен ақыл қосылса алдырмайтын екеу демекші, қазақ атамайтыншы. Өнерден де, білімнен де, ақылдан да, рухани дүниемізді де, рухани байлығымызды да молайтайық. Мен Темірланға өте қосылам. Және де бұл жерде колледжде жастарға айтарым, өзіміздің студенттерге, өздеріңді жақсы жақтарынан көрсете біліңдер мұғалімдерге. Алма ағашына ұзаққа түспейді дейді. Мұғалімдердің бәрі уже сенің түп тамырыңды ойлай бастайды. Қай жақтан кімнен тәрбие алған, әке-шешесі тәрбие бермеген ба деп қарсы келмей тыңдау керек бәрі. Содан кейін өтірік айтпауға тырысу керек. Өтіріктер болады. Бұл өмірде ең үлкен өтірігің анаң айтқан өтірігің. Неғұрлым ата-анаңа өтірік айтпау керек. Біз жастар ауылдан келеді қалаға. Қалаға өміріне қызығады, жүреді. Өтірік айта бастайды. Қайдасың, үйдемін деген сияқты. Қалада қыдырып жүреді. Неғұрлым өтірік айтпауға тырысу керек. Өтіріктің ең үлкені сол болады. Және де ата-анаңа, сол сені үміт артып осы балам оқиды деп қоя берген ата-анаңа атына кір келтірмеуге тырысу керек. Неғұрлым тырысып, сол атқа лайықты ер азамат болу керек. Жастарға айтарым сол, мұғалімдерді тыңдап, неғұрлым ата-анаңа сен атына кір келтірмеуің керек. Бар айтарым солай. Осымен сұхбат аяқтадым.